Бұл футбол клубтары әлемді жаулаған. Кубоктар, жеңістер, жұлдыздар. Бірақ миллиондаған қаржыны банкроттық ешкімді аямады. Нәтижесінде бос стадиондар. Сүйікті командасын қолдайтын жанкүйерлер үйде отыруға мәжбүр. Алайда олар берілмеді, қайта күресті. Және әлемдік аренаға қайта оралды. Бұл дағдарысқа ұшырап қайта дамудың жолын тапқан командалар. Достар, видео париматчтың қолдауымен дайындалды. Төмендегі сілтеме арқылы Telegram арнасына өтіңіз. Бекітілген пікірде киберспортқа қызығатындар үшін арнайы акция жүріп жатыр. Жылдардағы Парма Италия футболының жауһары еді. Көптеген футбол жұлдыздары осында ойнаған. Кубоктар Европаны таңғалдырған жеңістер. Бірақ бәрі бір сәтте тоқтады. Дегенмен қиындықтарды бастан өткерген команда қайта аяғына тұра білді. 122 жылдық тарихында Парма футбол клубы көбіне Италияның төменгі лигаларында ойнады. Алайда 1990 жылдары клубтың жағдайы күрт өзгеріп, команда үшін алтын дәуір басталған болатын. Парма клубының табысқа жету тарихы бас бапкер Нивио Скала есімімен тығыз байланысты. Оны Мәскеудің Спартак клубынан да танитын боларсыз. 1990 жылы Скала Парма клубын алғаш рет А сериясына шығарды, ал одан кейін италиялық футболды нағыз сенсация жасады. 1992 жылы Парма алғаш рет ел кубогын жеңіп алды. Бір жылдан кейін клуб тек ішкі біріншілікте ғана емес, бүкіл Европада да көзге түсе бастады. Нивио Скала баптаған команда 1993 жылы А сериясының қола жүлдесін, кубок иелері кубогын иеленіп, УЕФА суперкубогында жеңіс тойын тойлады. 1994 жылы кубок иелері кубогының финалисті, ал 1995 жылы А сериясында 3-ші орын және УЕФА кубогының жеңімпазы атанды. 1996 жылы сәтсіз маусымнан кейін Нивио Скала клубтан кетіп, орнына Карло Анчелотти келді. Ол 1996-1997 маусымда Парма клубын Италия чемпионатында 2-ші орынға жеткізді. Кейін команданы Альберто Мализани жаттықтырып, УЕФА кубогын, Италия кубогы мен суперкубогын жеңіп алды. Бұл жылдары клубта Христо Стойчко, Фабио Канаваро, Филиппо Инзаги, Джанлуиджи Буффон, Джанфранко Дзола, Эрнан Креспо, Лилиан Тюрам, Хуан Себастьян Верон және басқа да көптеген жұлдыздар өнер көрсетті. 2002 жылы клуб 3-ші рет Италия кубогын жеңіп алды, бірақ содан кейін қиын кезең басталды. Сонда не болды? Клуб қаржылық мүмкіндігінен тыс өмір сүріп, қайтару мүмкіндігі күмәнді несиелерді алған. Оның үстіне 2000 жылдардың ортасында басты демеуші сүт өнімдерін өндіретін Пармалат компаниясы қаржылық дағдарысқа ұшырады. Нәтижесінде бюджет қысқарды. 2008 жылы Парма Б сериясына түсіп қалды. Алайда бір жылдан кейін жоғары дивизионға қайта оралды. Сөйтіп 2014 жылға дейін клуб әрең тіршілік етіп келді. Осы уақыт ішінде бірнеше қожайыны мен басшылық ауысты. Иелерінің арасында ресейлік миллиардер Сүлеймен Керемов те болған. Алайда қарыздары тек өсе берді. 2013-2014 маусымда Парма сериясында 6-ші орын алып, Европа лигасына жолдама алған еді. Бірақ УЕФА қарыздар есебінен клубқа турнирге қатысуға тыйым салды. 2015 жылдың басында клубтың қарызы 96 миллион евроны құрады. Лига Парманы 7 ұпайдан айырып, маусымда аяқтау үшін 5 миллион евро көмек бөлді. Ақыры команда турнир кестесінің соңында қалып, онымен бірге банкрот деп танылды. Кейін Парма үшін барлығы нөлден басталды. Клуб атауын Парма Кальчо 1913 деп өзгертті. Бірақ Б сериясында тіркелу мүмкіндігі болмай, жолын әуесқой Д сериясынан бастауға мәжбүр болды. Одан кейін Парма тарихи секіріс жасады. 3 маусым қатарынан жоғары лигаға көтеріліп, А сериясына оралды. Ағымдағы маусымда Парма 36 ұпай жинап, ел чемпионатын 16-ші орында аяқтады. Команданың капитаны Энрике Дель Прато. Батистута, Тольда, Руи Кошта, олар Фиорентинаның алтын құрамын құрды. 90 жылдары команда қоржынына бірнеше трофей салды. Ал 2001 жылы клуб ресми түрде жұмысын тоқтатты, бірақ арман өлмеді. Бүгінде Фиорентина Италия футболының беделді ұжымы. Сонымен тарқатып айтайық, 90 жылдардың екінші жартысы мен 2000 жылдардың басы Пармадан басқа тағы бір италиялық клуб Фиорентина үшін де сәтті кезең болды. 1994 жылы Италияның 2-ші дивизионын жеңіп, команда А сериясына оралған және 1996 және 99 жылы қола жүлдегер атанды. Сондай-ақ 1996 және 2001 жылы Италия кубогын, 1996 жылы суперкубокты иеленді. Алайда 2001 жылы команданың жеңістен кейінгі қуанышы ұзаққа созылмады. Клубтың қарызы 50 миллион евродан асып кеткені белгілі болды.
Ал бұл қаржыны өтеу мүмкіндігі болмады. 2001-2002 маусымда Фиорентина 17-ші орын алып Б сериясына түсіп қалды, бірақ көп ұзамай қарыздар есебінен клуб банкрот деп жарияланып тарады. Алайда Фиорентинаның тарихы мұнымен аяқталған жоқ. Банкроттықтан кейін Флоренция Виола деген жаңа клуб құрылып, С2 сериясында өнер көрсетуін бастады. Бірден жеңіске жетіп, лига кеңеюінің арқасында С1 сериясын аттап өтіп, Б сериясына көтерілді. 2003 жылы клуб бұрынғы атауы мен эмблемасын қайтарып алып, бір жылдан кейін А сериясына жолдама алды. Алғашқы маусым оңай болмады, команда төменгі дивизионға ұшып кетуден аман қалды. Кейін клубтың жұмысы тұрақталып, қазір Фиорентина Италия футболының мықты ортан қол командаларының бірі болып саналады. Ағымдағы маусымда Фиорентина 65 ұпай жинап, ел біріншілігін 6-ші орында аяқтады. Осылайша келесі маусымда конференция лигасына жолдама иеленді. Егер сіз өткен ойындардың қорытындысынан хабардар болғыңыз келсе, төменде видеоның сипаттамасында көрсетілген сілтеме арқылы Спортпульт сайтына өтсеңіз болады. Сондай-ақ онда барлық матчтардың лайв нәтижелерін бақылап, алдағы ойындардың күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көруге болады. Сарапшылардың болжамдары мен пікірлерін оқып, кәрі құрлықтың басты доп-додасы Чемпиондар лигасының алдағы ақтық ойыны туралы соңғы жаңалықтарды жіберіп алма. Кезінде ел чемпионатынан қуылған Рейнджерс қазір әлемдегі ең табысты клубтардың бірі. Селтикпен қатар Шотландия футболының басты күші. Қайта өрлеудің ең жарқын мысалдарының бірі. 2010 жылдардың басында Глазго Рейнджерспен болған оқиға ешбір клубтың қаржылық дағдарыстан, қарыздан немесе басшылықтағы қателіктен сақтанбағанын еске салады. 153 жылдық тарихы бар Рейнджерс әлемдегі ең көне клубтардың бірі. Клуб Шотландия чемпионатында 55 мәрте жеңімпаз атанған, 34 рет кубок пен 28 лига кубогын иеленген. Алайда 2012 жылы клубтың қарызы 135 миллион фунтқа жеткен екен. Сол кездегі президент Крейг Уайт футболға байланысты кез келген қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айырылды. Клубты банкроттықтан оның иесі атанған кәсіпкер Чарльз Грин құтқарып қалды, бірақ ел чемпионатында орнын сақтап қала алмады. Командалардың басым бөлігі Рейнджерсті лигадан тыс қалдыруға дауыс берді. Нәтижесінде Рейнджерс 4-ші деңгейдегі дивизионға жіберілді, ал жоғарғы дивизионға қайта оралу үшін клубтың 4 жыл уақыты кетті. Оған біреу күмән келтірді ме десеңізші. Бүгінде Шотландия футболының жоғарғы дивизионы тағы да Глазгоның қос алыбы Селтик пен Рейнджерс арасында тартыс аренасына айналды. Ағымдағы маусымды команда 2-ші орында аяқтады. Селтик 1-ші сатыда тұр. Бүгінгі Челси миллиардерлер клубы, бірақ кезінде ол 1 фунтқа сатылған екен. Кейін Роман Абрамович клубты банкроттықтан құтқарып қалды. Оның инвестициялары Челсиді әлемнің элитасына жеткізді. Қазір клубтың иесі америкалық кәсіпкер Тодд Боули. Бүгінде Челси Англиядағы ең бай әрі табысты ұжымдарының бірі, бірақ осы жетістікке жету жолында клуб банкрот болу қаупінен де өткен. 2003 жылы клубты ресейлік миллиардер Роман Абрамович сатып алған кезде оның қарызы 75 миллион фунтқа жетіп тұрған еді. Айтпақшы, бұл Лондондық клубтың алғашқы қаржылық дағдарысы емес. 1982 жылы да Челси қаржылық апат алдында тұрды. Сол кезде ағылшын кәсіпкері Кен Бейтс клубты бар болғаны 1 фунт стерлингке сатып алып құтқарып қалған екен. Жақында Челси конференция лигасының жеңімпазы атанды, ал АПЛ-де 4-ші орын алғандықтан келесі маусымда Чемпиондар лигасында өнер көрсетеді. 1998 жылы есігі жабылған клуб қазір чемпион. Наполи туралы не білеміз? Бүгінде клуб Италия чемпионы Еврокубоктарға тұрақты қатысады. Егде жастағы жанкүйерлер Наполидің 1980 жылдардағы алтын дәуірін және ұлы Диего Марадона өнер көрсеткен уақытты әлі де еске алады. Марадона мен бірнеше негізгі ойыншылар кеткен соң клубтың жағдайы нашарлап кетті. 1998 жылы команда турнир кестесінде соңғы орын алып Б сериясына түсіп қалды. 2004 жылы клубтың қарызы 70 миллион евроға жетіп, Наполи банкрот деп танылды. Неаполь футболын құтқарған адам итальяндық режиссер әрі жанкүйер Аурелио де Лаурентис. Ол Наполи Сокер деген жаңа клуб құрып, оны С1 лигасына тіркеді. 2 жыл ішінде команда Б сериясына шықты. Кейін де Лаурентис Наполи брендіне құқық алып, клубты қайта тірілтті. 2007 жылы команда А сериясына оралып, бүгінде Италия футболының көшбасшыларының біріне айналған. Бұл клубтар құлады, бірақ қайта аяққа тұрды. Себебі футболда соңына дейін күресу маңызды. Бейне ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпа. Келесі видеода кездескенше.